Баршаңызға сәлем достар. Бүгінгі видеода мен сіздерге осындай қағаздан жасалған машинаның жасалу жолын көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоны соңына дейін қарап, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Бізге осындай А4 парақ керек. Оны осылай қайшының көмегімен шаршы пішінді етіп кесіп аламыз. Содан соң осылай X тәрізді етіп бүктейміз. Содан соң осылай қосу тәрізді етіп бүктейміз. Міне біз бүктеп болдық. Келесі әрекеттің барлығын видеода көрсетілгендей етіп жасаңыздар. Ал енді дөңгелектің пішінін жасау үшін дәл осылай барлық жағын осылай бүктеп шығамыз.
Міне біздің машинамыз дайын болды. Өздеріңіздің қалауларыңызша сәндесеңіздер болады. Мен осылай көк түске бояп қойдым. Егер сіз видеоны дәл осы жерге дейін қараған болсаңыз, міндетті түрде каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыз.